Баршаңызға сәлем бердім. Фунчоза салатын дайындаймын. 250 грамм сиыр етін ұзыншалап турап алдым. Тәтті болгар бұрышын жіңішкелеп, ұзыншалап турадым. Сәбізді үкіштен ұзыншалап өткіздім. Чеснокты майдалап турап аламыз. 3-4 ас қасық сұйық майға етімізді орташа отта қуырып аламыз. Жұмсарып қуырылған соң суы тартылып, үстіне сәбізіміз бен чесногымызды салып 1 минуттай қуырамыз. Ұзақ қуыруға болмайды. Үстіне тәтті болгар бұрышын салып 30 секундтай қуырып аламыз. Болгар бұрышы мен сәбізді көп қуырмаймыз, жегенде күтірлеп тұруы керек. Үстіне 1 ас қазық соя құйып, араластырып, оттың астын өшіреміз. Бетін жаппай осылай қойып қоямыз. Енді фунчозасын қайнатамыз. Суды қайнатып алып, фунчозамызды салып 6-7 минут қайнатамыз. Менде жуандау фунчоза болғандықтан 6-7 минут қайнатамын. Егер сіздерде жіңішкесі болса, қайнап тұрған ыстық суға 3-4 минут қана салып аласыздар. Мен фунчоза приправасының орнына осындай сәбізге арналған приправа қолданамын. Приправамызды құйып, араластырамыз. Фунчоза салатымыз дайын болды. Алда өзіме ұнаған жақсы рецептілермен бөлісетін боламын. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраудың суретін басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.